Хакас республика чөстілгіна пүл 30 жылын танықтапшы. Ана олтаныға шардылған терминология комиссиясының шелі ерткен. Анды Хакас телевидениесінің хабар жызы Альберт Кулымаевке бұтоғызға көп жыл персылған пазы постылын хайрылып, келедір керекке ұлы хозым еткен үшін правительствоның алғысты спеше шетерілген. Шибіргі 9 жылмының алынды Хакас тілі республиканың ikkinchi хазны тілі тіп конституцияда пасыл барған. Хакас тілінің күні мүчелге керілген ол 4 сентябрда танықталшы. Бүйіл 8 ноябрда Хакас тілін телечен программа 2001-ге 6 жылға шетірі алып барған. Аны хостыры өді көп 9 апарылары көрілші. Хабыршылар ол 9-ті көзі деп шарыдып шынға шетіршелер. Оларының көздіглерін үгретчілер уроктарды өткен тұзылынчалар. Анаңар сөздерінің біліп орта тұзылынырға керектелші. Мындығы сыйықтырды алырға, ода алырға келіспендеже анаңары чорық сестігі білдірші кемгеді андығы болыр неке. Бізге тоғынырға мұндары же ұзыпсты теледерге амда көп сіренерге керек болыр же. Үйнеттің үйгірідегі жоқты біз бұзыпсты тоғырттан көріп балып же ұлымық жақсы күштенерге керісі тоғынырға. Біз тоғыста текелетпен жіпсінсе, ол үйгірідегі пособезі тірік тіл, пазы сомнық тіл, тіл үйгірін жеткен балаларға олнайтын тұзылық, пазы мистеріні табырық сепші, оларға қынық. Терминология комиссиясының шелінде өдік республиканың национальный сұрғылыр пастағы министрі Надежда Балықчынаға өдік алғыстыстық пішік шетірілген. Ол постның орнында көп проекті шортысқа керерге манынған. Амды ол шақсы керектір алғыдылып ұзырыдылшалар. Надежда Порфирьевна амда пост сарина ұлыға бызық перші. Наталья Табакова, Никита Сигай хабарларға.